Құрметті ата-аналар, сіздерге арналған дәріс жасөспірімдік шақтың ерекшеліктері. Педагог, психолог Сәрсенгалиева Майра Тұрарбековна. Адам өміріндегі ең маңызды есте қалатын кезеңнің бірі жасөспірімдік шақ, яғни 11-17 жас аралығы. Несі де, сабағы да қиындап, қоршаған ортамен жанжалдасатын, сіркесі су көтермейтін уақыт. Әсіресе 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптарда оқитын оқушыларға және колледждің 1-ші, 2-ші курс студенттеріне тән көрініс. Жас жеткіншек физиологиялық өзгеріске ұшырайды. Бұл кезеңде оның мінез-құлқы, айналадағы адамдармен қарым-қатынасы өзгереді. Тіпті өмірге өзіне көзқарасы өзгеріп, құндылықтары да басқа бола бастайды. Жасөспірім тұлғасы тұрақсыз, қозғалыссыз және соңғы емес. Бұнда бәрі өтпелі, бәрі ағыс деген екен орыстың психологы Лев Семенович Выгодский. Жасөспірімдік шақтың мәселелері: мазасыздық, өзіне сенімсіздік, ата-аналар мен достар үшін өзінің маңызды екеніне күмәндану, агрессия, өкпешілдік, реніш, ата-анаға эмоционалдық бағыныштылығы қарама-қайшылық тудырады. Жасөспірімнің бойында тез өсу басталады. Физиологиялық жағынан гормондар ойнай бастайды. Дене бітімі өзгереді. Нәтижесінде ол қандай, солай өзін қабылдайды, немесе қабылдамайды. Көбіне бірақ дене бітімі мен келбетін қабылдамайды да, содан олар әртүрлі диеталарға отыруға тырысады. Жасөспірім сырт келбетінің барлық кемшіліктерін қатты уайымдайды. Өзіне сенімсіздік тудырады да, тұйықтыққа, қанағатсыздыққа, тіпті неврозға әкеліп соқтырады. Бала ағзасында болып жатырған физикалық және физиологиялық өзгерістерге үнемі бейімделіп отыру тиіс. Гормоналдық төңкерілісті қатты уайымдайды. Олар стресстік күйде жиі жүреді. Жасөспірімдік шақта өзін-өзі дамытудың екі түрі бар: ересектік сезімі және мен тұжырымдамасы. Ересектік сезімі баланың өзін ересек адам ретінде тануы және белгілі бір дәрежеде өзін ересек деп қабылдауы. Осы ересектік сезімі қалай көрініс алады? Барлығының, ересектердің де, ата-ананың да, құрдастарының да оған кішкентай бала емес, ересек адам ретінде қарауын талап етеді. Тәуелсіздікке ұмтылады, ата-анаға өзінің өміріне араласуына қарсы тұрады. Ересектермен қарым-қатынаста теңдік талап етеді және өзін қорғау мақсатында жанжалға дейін барады. Өз талғамы, өз көзқарасы, өз бағалауы, өзіндік мінез-құлқы пайда болады. Құрдастармен қарым-қатынаста белгілі бір моральдық кодекс пайда болады. Яғни өзара қолдау, көмек беру, бір-біріне сену, досын қорғау, қарым-қатынаста эмоционалдық жайлылық. Ал мен тұжырымдамасының қалай қалыптасады? Осы жасөспірімдік шақта өзінің ішкі әлеміне қызығушылық туындай бастайды. Ол тіпті өзінді тануға тырысады. Қарым-қатынастармен байланысты күрделі уайымдар, өзінің мінез-құлқы мен әрекеттерін талдау, жасөспірімнің өзінің кім екенін білгісі келеді және кім болғысы келетінін елестетеді. Осындай мазасыздық пен уайымдар, өзін түсіну қажеттілігі құрдастармен сөйлескенде және сол мезгілде бастайтын жеке күнделіктер пайда болады. Кейбір кезде бұрын болмаған таланттар ашылып, өлең, ән жазу, бие билеу, сурет салу қабілеттері де ашылады. Жасөспірімнің ересектермен қарым-қатынасы. Ата-ананың жасөспірімге ықпалы шектеулі. Жасөспірімнің құндылықтарға көзқарасы, оның әлеуметтік мәселелерді түсінуі, оқиғалар мен жағдайларға рухани бағалау көбіне ата-аналардың позициясына байланысты. Эмансипацияға ұмтылыс тән. Кез келген тәуелділіктен босату, қандай да бір шектеулерді алып тастау. Ата-ананың пікіріне, махаббаты мен қамқорлығына тәуелді болғанымен дербестікке ұмтылу. Осы екі жақ үшін қиын кезеңдегі қарым-қатынастардың дамуы көбінесе отбасындағы тәрбиеге, отбасылық тәрбиелеу стиліне және ата-ананың баланы қабылдауына байланысты. Жасөспірімнің құрдастарымен қарым-қатынасы. Қарым-қатынас жасөспірім үшін үлкен рөл атқарады. Ол оның өмірінде, оқуда, сабақтаныс мезгілде, ата-аналармен қарым-қатынасында із қалдырады. Бұл шақта ол үшін негізгі әрекет жеке тұлғалық қарым-қатынас. Жасөспірімдік достық күрделі, кей кезде қарама-қайшылыққа толы құбылыс. Олардың ойынша сені түсінген кезде нағыз бақыт. Осы кезде бейресми топтарға ену басталады. Неліктен? Өйткені онда өзара жанашырлық таныту, ортақ мүдделер мен қызығушылықтар, көңіл көтеру тәсілдері, бос уақытты өткізу. Жеке тұлғаның қалыптасуына үлкен септігін тигізетін элементтің бірі ол отбасы. Сонымен қатар шешуші фактор оның құрамы емес, яғни отбасы толық немесе толық емес, ажырасқан және тағы сол сияқты себеп емес.
Оған себеп отбасылық жағдайдың моральдық ахуалы, отбасы мүшелерінің, яғни ересектердің өзара қарым-қатынасы, ересектер мен балалардың қарым-қатынасы. Осы кезде ересектерге не істеу керек? Яғни еркіндік беру. Тыңдамау ол сіздің қамқорыңыздан шығуға талпыныс. Ешқандай ақыл айтпау. Қарым-қатынас стилін өзгертіңіз. Байсалды, салмақты, мейірімді дауысқа көшіңіз. Түсініңіз, баланың өз ойын айтуға, өз пікірін жақтауға құқығы бар. Компромиске, яғни келісімге барыңыз. Айқай-шумен ешкімге ешнәрсе ешкім ешқашан дәлелдемеген. Ақылды адам төмен адам емес. Есіңізде болсын, өз балаңызды жеңгеннен сізге ешкім марапат бермейді. Ренжітудің қажеті жоқ. Бала қиын жағдайдан шығуды бізден үйренеді. Өз ісіңізде табандылық пен дәйектік танытыңыз. Өйткені бала байқампаз психолог. Ал негізінде жасөспірімге не қажет? Оны жақсы көргенін қалайды, түсінгенін, мойындағанын, сыйлағанын, құрметтегенін, басқаға қажетті және маңызды болғанын, оқуда, істе жетістікке жету, өз қабілеттері мен қызығушылықтарын дамыту, өзін өзі жетілдіру. Осы жасөспірімдерді тәрбиелеуде ата-аналарға берілетін ұсыныстар. Балаңызбен бірге уақыт өткізуге тырысыңыз. Қандай да бір іспен айналысқанда қолынан келетін болса, кірісіп ақыл айтпаңыз. Егер сізден көмек сұраса беріңіз. Оқуда, спортта, мықты жетістікке жетпесе де үнемі оны қолдаңыз. Өзіңіздің сезімдеріңізбен бөлісіп отырыңыз. Жанжалды мейірімділікпен шешіңіз. Ұрысып, жылат қорқытпаңыз. Мен сені сағындым, мен сені сүйемін, сенімен болған маған ұнайды. Келе екеуміз отырып сөйлесейік. Сөйлемдерін жиі қолданыңыз. Жасөспірімнің әрекеті оның ішкі дүниесінің көрінісі бола бермейді. Балаңыз ашылып, құпия айтса, онымен бірге қуаныңыз, уайымдаңыз. Ал мәселесіне күлмеңіз, мазақ етпеңіз, итермеңіз, жиі құшақтаңыз. Күніне бала өзін қажетті екенін сезіну үшін 4 рет, ал бақытты екенін сезіну үшін 8 рет құшағыңызға алыңыз. Балаңызға күнделікті 5 сұрақ қойыңыз. Сен бақыттысың ба? Сенде барлығы жақсы ма? Бүгінгі күні сен үшін не жақсы істер болды, ал жаман не нәрсе болды? Егер өзгерте алатын мүмкіндігің болса, не өзгертер едің? Иә, өскен бала емес деп кім айтты? Кейде олармен де ұстамды және сабырлы болу өте қиын, бірақ бұл кезеңде өтпелі. Өзіңізге ережеге айналдырыңыз. Ұйықтар алдында өткен күнді талдаңыз. Соны балаңызға да үйретіңіз. Жақсы және жаман істерін ойланып, талдап, өзгеруге тырыссын. Сыйлық ретінде жасөспірім тарапынан сізге сенімділік, махаббат және сыйластық болады. Балаңызды сол қалпында жақсы көріңіз және оның бойында жоқ қасиеттерді ұмытыңыз. Тәрбие нәтижесі сіздің қатыгездігіңіз бен тымаса жұмсақтығыңызға байланысты емес, керісінше сіздің балаңызға деген сезіміңіз бен сіз үйреткен өмірлік ұстанымдарға байланысты деген екен американдық педиатр Бенджамин Спок. Құрметті ата-аналар,